Спортпен шұғылдану арқылы жеңіске ұмтылыс, күш қайрат, алға қойған мақсатқа жетуге талпыныс сияқты маңызды қасиеттер жетіледі. Спорт дегеніміз денсаулық, рухтың күштілігі, отансүйгіштік. Мен жастарымызды дене шынықтырумен және спортпен көбірек шұғылдануға шақырамын. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Олимпиада ойындары ежелгі Грецияда пайда болды. Олимпиада ойындары жайында алғашқы деректер біздің заманымызға дейінгі 776 жылдан белгілі. Антикалық дәуірдің ең үздік атлеттері өз жеңістерін Олимп құдайларының даңқына арнады. Бірақ уақыт өте келе ойындарды өткізу дәстүрі жойыла бастады. Олимпиада ойындары 19 ғасырдың соңында француз қоғам қайраткері Пьер де Кубертенмен қайта жанданды. 1896 жылдан бастап жазғы олимпиадалар өткізіле басталса, 1924 жылы қысқы олимпиада ойындары құрылды. Ал 1960 жылдан бастап паралимпиадалық ойындар өткізіледі. Тәуелсіз Қазақстанның спорттық жетістіктерінің жылнамасы Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Хуан Антонио Самаранчтың 1992 жылғы 9 наурыздағы Қазақстанды Халықаралық олимпиада комитеті құрамына қабылдау туралы хатынан басталады. 1993 жылдың 5 наурызында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиада комитеті туралы жарлыққа қол қойды. Қазақстан Халықаралық олимпиада комитетінің 192 мүшесі болып тіркеліп, өз жалауы және әнұранмен жарыстарға қатысуға мүмкіндік алды. Олимпиада қозғалысын елбасы әрқашан қоршаған әлеммен көпжақты байланыстар орнату тәсілі ретінде қарастырды. Алматыда өткен 2-ші орталық Азия ойындарының ашылуында Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Хуан Антонио Самаранч Нұрсұлтан Назарбаевқа әлемдік спорт алдында зор еңбек пен олимпиадалық идеалдарға адалдығы үшін алтын олимпиадалық орденін табыс етті. 2011 жылғы Азияда. Тарихта алғаш рет Қазақстан өз жерінде осындай жоғары деңгейдегі жарыстар өткізді. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыруы бойынша 7-ші Азия ойындарының ашылу салтанатына орай Нұрсұлтан қаласына Халықаралық олимпиада комитетінің төрағасы Жак Рогге келді. Барселонадағы 1992 жылғы жазғы олимпиада. Кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі алғашқы ойындар. Қазақстан 12 республиканың өкілдері кірген біріккен команда құрамында өнер көрсетті. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы спортшылары 45 алтын, 38 күміс және 29 қола медаль жеңіп алды. Және жалпы командалық есепте бірінші орынды иеленді. Грек-рим күресінен ТМД құрамасының қоржынына қола медальді әлем чемпионы, вице-чемпионы, Еуропа чемпионы, 1988 жылғы Олимпиаданың күміс жүлдегері, Кеңес одағының 8 дүркін чемпионы, әлем кубогының 2 дүркін иегері, Кеңес одағы халықтары спартакиадасының және 12-ші Азия ойындарының жеңімпазы атақты Дәулет Тұрлыханов әкелді. 1994 жылғы 12 ақпан Қазақстан спорты үшін тарихи күн. Бұл күні Қазақстан делегациясы алғаш рет Лиллехаммердегі 17-ші қысқы олимпиаданың ашылуында жеке колоннамен өтті. Тәуелсіз Қазақстанның туын шаңғымен тұрғыдан секіруші Қайрат Биекенов ұстап шықты. Біздің команда құрамына 29 спортшы кірді. Қазақстандықтардың Лиллехаммердегі өнер көрсетуі осы уақытқа дейінгі қысқы олимпиадалар арасындағы ең табыстылардың бірі болды. Бұл шаңғышы Владимир Смирновтың басты еңбегі. Норвегияда ол 1 алтын және 2 күміс медаль жеңіп алды. Бұл Қазақстанның медальдар қоржыны үшін үлкен жетістік. Бір 1996 жылғы Атлантадағы 26-шы жазғы олимпиада қазіргі олимпиада ойындарының 100 жылдық мерейтойын атап өтті. 197 мемлекеттің спортшылары медаль үшін күресіп қана қоймай, олимпиадалық қозғалыстың біріктіруші күші мен гуманистік құндылықтарын көрсетуі керек еді. Атлантадағы олимпиадашылардың жетістіктері барлық болжамдардан асып түсті. Отандық спортшылар 11 медаль, оның ішінде 3 алтын, 4 күміс және 4 қола жеңіп алды. Жеңістер есебін грек-рим күресінен балуан Юрий Мельниченко ашты.
24 жасар қазақстандық Ресей, Румыния, Украина, Германиядан келген қарсыластарын жеңді. Ал финалда өзінің бұрынғы бәсекелесімен сол кездегі әлем чемпионы ақш-тан келген Деннис Холлмен кездесті. Шешуші жекпе-жекте Юрий қарсыласын шапшаң шабуылмен таңғалдырды және өзінің жетістігіне сай марапатқа ие болды. Күтпеген жерден тосын сыйды қазіргі бессайыс түрінен алтын медаль жеңіп алған 23 жасар Александр Парыгин тарту етті. Қазақстандық негізгі фавориттер қатарына кірмеген, бірақ рухтың табандылығы мен тұрақтылығының арқасында чемпиондар тұғырын бағындыра алды. Бұл жеңісті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ерекше атап өтті. Ол Александр Парыгинге құттықтаулармен үкіметтік жеделхат жіберді. Үшінші алтынды 5 тамаша жеңіске жетіп, ең техникалық боксшы ретінде Вэл Баркердің кубогын иеленген Балқаштан шыққан 22 жасар ринг шебері Василий Жиров алып келді. Балқаш жолбарысы атанған боксшы финалда оңтүстік Корея өкілі Ли Синбоны жеңіп шықты. Қазақстан барлығын таң қалдырды деп Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы Хуан Антонио Самарач біздің команданың көрсеткен нәтижесіне осындай баға берді. 1996 жылдың қыркүйегінде Қазақстанда болған кезінде ол Алматыда өткен кездесуде мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты осы тамаша өнер көрсетумен құттықтадым. 11 медаль, 13 алтын. Бұл шын мәнінде керемет нәтиже. Мыңжылдықтар тоғысында Сиднейде 27 жазғы Олимпиада ойындары өтті. Ойын тарихында алғаш рет спортшылар 300 марапат жиынтығына таласты. Қазақстандық делегацияға 130 спортшы кірді. 2000 жылдың 27 қыркүйегінде жеңіл атлет Ольга Шишигина алтынды жеңіп алды. Бәсекелестік өте үлкен болды, бірақ біздің спортшы финалда нигериялық Глори Алозиден басым түсті. Сиднейдің бокс рингі де қазақстандық спортшыларды есіне алды. Ол кезде Бекзат Сатарханов пен Ермахан Ибраимов олимпиадалық алтынды жеңіп алды. Әр жеңіс күні Қазақстанның олимпиадалық ауылына Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау жеделхаттары келді. 2000 жылдың 13 қазанында елбасы Сиднейде өткен олимпиада ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлерімен кездесіп, қазақстандық спортты дамытуға және елдің беделін нығайтуға қосқан үлесі үшін барлығына алғысын білдірді. Олимпиада ойындарының отаны Грекияда 2004 жылы 28 жазғы ойындар өтті. Жарыстың ашылуы ұмытылмас әсер берді. Көрермендер алдында антикалық уақыттан бастап бүгінгі күнге дейінгі Олимпиада тарихы ұсынылды. Мерекелік салтанатқа Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев басқа мемлекеттердің басшыларымен бірге қатысты. 117 қазақстандық атлет спорттың 17 түрі бойынша сынға түсті. Жарыс қорытындысы бойынша ең жоғары нәтижеге қол жеткізген боксшы Бақтияр Артаев болды. Жалпы алғанда Қазақстан ұлттық құрамасы жалпы командалық есепте 24 орынды иеленіп, 8 олимпиадалық награда, 1 алтын, 4 күміс және 3 қола медальді иеленді. Пекиндегі 29 жазғы Олимпиада алауы 22 қаланы, соның ішінде Алматы қаласын аралап барлық құрлықта болды. 2008 жылы аспан астындағы жарысқа әлемнің 204 елінен 11 мың атлет жиналды. Қазақстаннан Қытайға сол жылы 132 атлет спортшылардың рекордты саны жіберілді. Олимпиада алауының эстафетасы тарихтағы ең ұзын 100 мың шақырымнан астам уақыт болды. Алау эстафетасы рәсіміне Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. Дәстүр бойынша Олимпиадаға аттанар алдында елбасы олимпиадашылармен кездесті. 2008 жылғы 9 тамызында Нұрсұлтан Назарбаев Пекиндегі Қазақстан олимпиадалық ауылына барып, қазақстандық спортшыларға сәттілік тіледі. Пекин олимпиадасында 13 спортшы марапатқа ие болды. 15 рет қазақстандықтар үздік алтылыққа енді. Қытайда 26 жасар боксшы Бақыт Сәрсекбаев алтынды жеңіп алды. Лондон 1908, содан кейін 1948 және 2012 жылдары олимпиадашылардың жарыстарын 3 рет қабылдаған әлемдегі алғашқы қала болды. 30-шы мерейтойлық жазғы ойындарда Қазақстанның намысын 115 спортшы қорғады. Біздің жетістіктеріміз 3 алтын, 1 күміс және 5 қола медаль. Алғашқы медальді 38 жасар велошабандоз Александр Винокуров әкелді.
Александр ауыр жарақат салдарынан үлкен спортқа осы Олимпиада алдында ғана қайта оралған. Екінші алтын жүлдені Қазақстанға 27 жасар жеңіл атлет Ольга Рыпакова келді. Ол 3 қарғып секіруден өзінің қарсыластарының барлығынан асып түсті. 2012 жылғы Олимпиаданың тағы бір жеңімпазы бокс командасының капитаны Серік Сәпиев болды. Әсем карнавалдардың астанасы Рио-де-Жанейро Олимпиада ойындары өткен алғашқы оңтүстік америкалық қала болды. 2016 жылы Бразилияда Қазақстан 104 спортшыны таныстырды. Олар бірге отан үшін жаңа жетістік 17 марапатты, оның ішінде 3 алтын, 5 күміс және 9 қола жеңіп алды. Олимпиадада қазақстандықтар ешқашан осыншама наградаларды жеңіп алған емес. Бразилиялық алғашқы алтын иегері ауыр атлет Нижат Рахимов болды. Күтпеген жерден 21 жастағы Дмитрий Баландин сенсация жасап, Қазақстан тарихындағы алғашқы рет жүзуден олимпиадалық алтын марапатты иеленді. Бокстан 69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 25 жасар Данияр Елеусінов жеңіске жетті. Елге оралғаннан кейін олимпиадашыларға Рио олимпиадасының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін құттықтау салтанатында жанкүйерлер мен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан көптеген ізгі тілектер айтылды. 2020 жылы Токиода өтетін Олимпиада ойындары коронавирустың пандемиясы салдарынан 2021 жылға ауыстырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, болашақ Олимпиада бұрын өткен жарыстардың ішінде ең инновациялық Олимпиада болмақ. 33 спорт түрінен 339 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Токио 2020 бағдарламасына 5 жаңа спорт түрі қосылды. Бейсбол, софтбол, карате, серфинг, құзға өрмелеу және скейтбординг. Олимпиаданың кейінге шегеру спортшыларға жарыстарға жақсы дайындалу үшін қосымша уақыт береді. Бұл жаңа жеңістер мен есімдер болмақ. Және әрине, қазақстандық спорттағы жаңалықтардың жаңа мүмкіндіктері ашылады.